Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен керемет кешкі асқа, түскі асқа сіздерге дәмді тағам болатын лағманды үй жағдайында жасап көретін боламыз. Ал кеттік. Құрамына керек заттар: ет, картоп, пияз, сәбіз және осындай қатырылған болгар бұрыштары және лағман қажет болады. Ең алдымен осылай қазанымызға аздап сұйық майды қосып аламыз және пиязымызды майда етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Кезекте етті де 4 бұрышты етіп, дәл видеодағыдай етіп бөліп шықсаңыздар болады. Мұнда бізде жылқының еті және кез келген үйдегі бар етті қолдансаңыздар болады. Одан соң осылай бір дана сәбізімізді алып, оны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Байқасаңыздар, барлық құрамына керек көкөністердің барлығын 4 бұрышты етіп майда бөліктерге бөліп шығамыз. Сонда өте әдемі болып шығады. Ал енді қызып тұрған майымызға ең алдымен етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Одан соң пиязымызды салып, оны да біркелкі етіп қызарғанша қуырып аламыз. Артынан сәбізімізді қосамыз. Дәл осындай барлығы жақсылап қызарғанша қуырып алғанымыз дұрыс. Себебі жақсылап қуырылса, сорпамыз өте дәмді болып шығады. Сорпамыз мына жақта қуырып жатқан кезде ыдысқа осылай су қойып қойыңыздар, лағман қайнатқанға. Ал енді осылай үстіне қатырылған болгар бұрыштарын қоссаңыздар болады. Мен жаз мезгілінде алып осылай қатырып қойған болатынмын. Болгарскийді қалай қатырудың оңай әдістері, лайфхактарымен осы біздің YouTube арнамызда бөліскен болатынбыз. Сол видеоны көріп, келесі жылға қатырсаңыздар болады. Себебі болгарскийдің дәмі, білесіздер, тағамға өте керемет дәм береді. Картоптарымызды да қалған көкөністеріміз секілді майда етіп 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығып, оны да қазанымызға салып, жақсылап араластырып қуырып шығамыз. Ал енді оның үстіне татымына қарап тұз қосып, қалған өзіміздің дәмдеуіштерімізді қоссаңыздар болады. Яғни қара бұрыш немесе осындай бульондарды қоссаңыздар болады. Немесе әртүрлі шөптерді қосып, тағамның дәмін келтіруге болады. Ал енді үстіне суымызды қосып, сорпамыздың піскенін күтетін боламыз. Мұнда біздің ыдысқа қойған суымыз да қайнағалы жатыр. Енді оның үстіне де аздап тұз қосып, жақсылап қайнағаннан соң, үстіне осылай дайын лағмандарымызды салып пісіріп алатын боламыз. Кез келген лағманды пайдалансаңыздар болады. Мұнда сорпамызды бізде жақсылап қайнап жатыр, пісуге жақын қалды. Лағманның піскенін күтетін боламыз енді. Міне біздің лағмандарымыз дерлік пісті. Енді оны осылай барлығында ыдысымызға сүзіп аламыз. Осылай сүзіп алғандарыңыз дұрыс. Сонда қатты жабысып қалмайды және суда да қатты ұстаудың қажеті жоқ. Өйткені езіліп кетуі мүмкін.
Сүзіп алған лағмандарымыздың үстіне осылай пісіп тұрған сорпамыздың майынан аздап құйып жібереміз. Сонда бір-біріне жабыспай, қатты бірігіп кетпей, әдемі болып түсетін болады, дана-дана болып. Тағамыз дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді, прям аппетитно болып тұр. Және жасалу жолда өп оңай. Кешкі асқа немесе түскі асқа осылай жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Рецепт ұнаған болса, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта біз сіздермен үй жағдайында жасалатын керемет рецепттермен бөлісетін боламыз. Ал ас болсын сіздерге.